Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Ұшқан ұя». Авторы Бауыржан Момышұлы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты шығарма бойынша жазылған әдеби сын пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу. Бағалау критерийі: оқушылар шығарма бойынша жазылған сыни пікірлерді оқиды, ізденеді, өзіндік сыни пікір жазады. Балалар, Бауыржан Момышұлының жанды дауысын тыңдап көріңіздерші. Осы айтқан сөздері арқылы Бауыржан атамызды қалай сипаттар едіңіздер? Саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қанмайдан көргім. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көргім. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тән аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Имандары жолдас болсын. Турасын айтады. Соғыста ерлікпен қаза тапқан жауынгерлерді ұмытпаған, оларды құрметтейді, иманды, оларды өзінен жоғары қояды, дауысы зор, ондай дауыс ірі, өзіне сенімді, қолбасшы адамнан шығады. Қанша биік болса, сонша кішілік көрсетіп тұр. Бір ауыз сөзінен рухани бай азамат екендігі танылып тұр. Жақсы, рахмет. Көзінің тірісінде аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлын төрткүл дүние таныды. Оның қаһармандық қайсар тұлғасы және адамзат баласында сирек кездесетін озық ақыл ойы, қайсар мінезі туралы естіген жұрт тәнті болды. Ал осындай бірегей болмыстың құпиясы неде? Біз жауабын «Ұшқан ұя» повесінен табамыз. Еліне, сөз өнеріне деген сүйіспеншілік әже әлдейі мен ертегілерінен бастап алады. Әкесі жаттатқан жырлардан қоштап алады. Отбасындағы рухани құндылықтарды ел арасындағы ырым-наным мен салт дәстүрлер толықтыра түседі. Тағы бір айта кететін жай, қазақтың өлең, әңгімелерін тыңдап, сүйіп өскен Бауыржан Момышұлы атамыз Алаш кітаптарын да сүйіп оқыған. Міржақыпты құрметтеп, Оян қазағын жатқа білген. Ал Мағжанды аса қадірлеп, өлеңдерін жатқа айтқан. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесіне сыни пікір жазудың қадамдары. Бірінші қадам. Әдеби сын дегеніміз не? Әдеби сын дегеніміз көркем шығарманың көркемдігіне баға беріп, бейнеленген өмір шындығының қалай көрініс бергенін талдап, оның мән маңызын түсіндіретін ғылыми публицистикалық стильдегі жанр. Сын айту, ойлаудың биік шыңы. Жеке сыни көзқарасты қалыптастыру үшін оқу керек, іздену керек, білім алу, танымды кеңейту арқылы ғана сын айта аламыз. Сын айтуды қарапайым пікір білдіруден бастасақ болады. Пікір білдіру арқылы сыни көзқарас қалыптасады. Ұлы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының сынға берген анықтамасымен танысайықшы. Сын деп, адам ісінен шыққан нәрсені тексеріп, баға беруді айтамыз. Сынды жасқанбай қуана қабылдаған дұрыс. Сыннан сабақ алып, өмірлік пайдаңа жаратуға болады. Тұшымды ой айтып, өзіңнің пайымшыл екенінде де танытуға болады. Қорыта айтқанда, сын айту айыптау емес, байыптау. Сыни пікір жазуға дайындық. Шығарманы мұқият оқып, маңызды деген үзінділерді белгілеу, іріктеп алу. Өзекті, маңызды, пайдалы деген тіпті келіспейтін көзқарастар мен мәліметтерді жинақтау. Автордың тұжырымдары мен пайымдауларын анықтау. Автор нені дәлелдегісі келеді, нені жоққа шығарғысы келеді, шығармадағы
Басты тақырыпты көрсету. Автор идеясын анықтау. Басты тақырыпты ашатын сөйлемдер мен дәлелдерді жинақтау арқылы автор идеясын анықтауға болады. Қорытындылау. Жинақталған мәліметтер негізінде бір абзац көлемінде өз сөзімен қорытынды шығару. Автор ұсынған басты аргументті қамти отырып, идеяны қорытындылау. Ендеше, шығарма кестесін толтырып көрейік. Шығарманың аты «Ұшқан ұя». Шығарманың авторы Бауыржан Момышұлы. Оқиға қайда, қашан болған? Кеңес үкіметінің қалыптасуының алғашқы жылдарындағы қазақ ауылында болған. Шығарманың кейіпкерлері Бауыржан Момышұлының әжесі Қызтумас, атасы Имаш, әкесі Момыш, көкесі Момынқұл, әпкелері, ауыл тұрғындары, тағы басқа. Шығарманың басты тақырыбы. Қазақ халқында отбасы құндылықтарының бала тәрбиелеудегі ерекше орны. Шығарманың идеясы кейіпкерлердің іс-әрекетін, сөйлеген сөзін, басынан өткен түрлі оқиғаларды еске ала отырып, ұлттық құндылықтарымызды, мәдениетімізді дәріптеу, намысымызды қорғау, отбасылық және адамгершілік сияқты ізгі қасиеттерді үлгі ету. Шығарманың идеясы кейіпкерлердің іс-әрекетін, сөйлеген сөзін, басынан өткен түрлі оқиғаларды еске ала отырып, ұлттық құндылықтарымызды, мәдениетімізді дәріптеу, намысымызды қорғау, отбасылық және адамгершілік сияқты ізгі қасиеттерді үлгі ету. Шығарманың қысқаша мазмұны. Ұшқан ұяда әлем тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануарлар болмысы, қауымның қалыптасуы, әлемнің пайда болуы, тірлік, өмір туралы алғашқы мағлұматтарды, азаматтық тұрғыдағы аңыз әңгімелерді, әжесінен естігенін үлкен сүйіспеншілік сезіммен есіне алған, сондай-ақ ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді әжесінен үйренгенін Бауыржан Момышұлы мақтан етеді. Шығармада кездесетін мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер. Мақал-мәтелдерге мысал келтіріп өтейік. Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты. Аузы қисық болса да, байдың баласы сөйлесін. Тұрақты тіркестер. Табан ақы, маңдай терімен тапқан. Салы суға кетіп отырған молдалар. Ет бауыры елжіреу. Үш ұйықтаса түсіне кірмеген. Қабырғам қайысады. Тағы басқа осындай мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер молынан кездеседі. Шығармадағы құндылықтар. Қазақтың ұлттық құндылықтары салт дәстүр, наным сенім, үлкенге құрмет, кішіге ізет, кешірім сұрай білу, кешіре білу сияқты рухани, материалды құндылықтарға толы. Шығарма қалай аяқталады? Автордың мектептегі алғашқы күндерін әңгімелеуімен аяқталады. Сыни пікір жазу үшін енді мына сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Шығарма сізге қалай әсер етті? Ерекше әсер еткен тұстары қандай? Неліктен? Не сезіндің? Қандай ой келді? Автор осы шығарма арқылы не айтқысы келеді? Шығарма оқырманды неге тәрбиелейді? Бұл шығарма қандай фильмді немесе туындыны еске түсіреді? Автордың өмір сүрген кезеңі, ортасы, әлеуметтік жағдайы шығармада қалай көрінеді? Қандай символдар, көркемдегіш құралдар көрініс табады? Автор өз ұстанымын негіздеу үшін қандай дәлел келтіреді? Енді біз жазатын сыни пікірдің құрылымы қандай болуы керек? Бірінші, шығарманың авторы, тақырыбы, көлемі туралы жазасыз.
Екінші, жұмыстың қысқаша мазмұны, өзектілігі жайлы. Сыни пікір берушінің, яғни сіздің жұмысты оқығаннан алған әсеріңіз туралы. Сыни талдау, яғни жұмыстың құрылымын, баяндау стилін, дәлдігін, автор шеберлігін бағалау. Жұмыстың ерекшелігін көрсету. Алтыншы, жұмысты бағалау. Және сыни пікір берушінің, яғни сіз аты жөніңізді, сыныбыңызды жазып қойыңыз. Сыни пікірдің көлемі 120-150 сөзден тұрғаны дұрыс. Үй тапсырмасы. Оқулықтың 65-ші бетіндегі Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік Кебек поэмасына жазған Мүсілім Базарбаевтың әдеби сынын, Міржақып Дулатұлының Бақытсыз жамал романына Жұмағали Усмағұловтың жазған әдеби сынын үлгі ете отырып, Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесіне сыни пікір жазыңыздар. Көңіл қойып, мұқият тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.